бір күні мектептен қосымша сабақтан кейін бәрі үйлеріне қайтып кетті. Тек Айдана сөмкесін ұмытып кетті. Есіне түсіріп кешке мектепке қайтып келеді. Дәлізде тым-тырыс, тым-шымдыр, әлсіз жарық ғана жанып тұр. Ол өзі сыныбын кіріп, сөмкесін алды. Есіктен шыға бергенде артқы партада біреу жай ғана үстелдің тырнаған дыбысын естиді. Айдана артына қарады, ешкім жоқ. Жел шығар деп өзін жұбатады. Бірақ есік жақындай бергенде тағы бір дыбыс шығады. Бұл жолы анық естілді. «Тоқта!» дауыс естілген оның денесін мұздатып кетті. Ал ақыры артына бұрылып, артқы партаға ешкім отырмаған сияқты еді. Бірақ партаның астында екі аппақ көз оған қарап тұрды. Айдана айқайлап сыныптан жүгіріп шықты. Келесі күні мұғалім сол туралы сұрағанда мұғалім үнсіз қалды да. Сол партаға бұрын бір оқушы отырған. Ол мектептен кейін ешқашан үйіне жетпеген.